Аты жөнім Абдулсамет Алтай, Қалип Алтайұлы. 1953 жылы ел Түркияға көшіп келе жатқан кезде сол Пакистанның Пешавар қаласында туған баламыз. Сол 1953 жылы тудық, кейін 1953-тің аяғында ел Түркияға көшіп келе жатқан кезде сол 3 жаста Түркияға келдік, сол 3 жастамызда келдік Түркияға. Қалип Алтай ағамыздың нешінші баласы? Мен үлкеннен кейін екінші ұл. Осы біз 4 ағайынымыз, 4 ұл бар. Сол үлкеннен кейін мен екінші ұл. Сол 53 жылы Түркияға келдік, сол ең алғашы Стамбулға келдік елмен бірге. Содан Стамбулда сол өкіметтің белгілі орындарында қабылданып, сол жерде күтіліп не қылдық. Содан өкімет қалай не қыласыздар, қайда көшесіздер, не жұмыстарыңыз бар, қалай мамандықтарыңыз бар деп ол кезде сұралған екен. Содан кейбіреулері біз мал бақсақ дегендей не болған екен. Ол мал бағатындарға мына Түркияның Коnya қаласы деген, Коnya деген жері бар. Және Улукушла деген жері бар, және Қайсар деген жерлері бар. Bir talaydары сол жаққа көшіп кетті, сол жаққа көшеді болды. Оларға сол мал берілді, онымен қатар сол жер берілді ол жақларда. Өйткені одар сол мал шалбаршылығымен жағаласамыз, біздің мамандығымыз сол деп сол жаққа көшіп кетті. Оның сыртында мына бизнеспен байланысамыз, және өзі басқа тігін туралы мамандығымыз бар деген нелерді. Біздерді сол Салихли деген жерге бардық, мына Измирге жақын. Бұл жерге біз сол жерде орналастық, сол жерде орналасқан әкелеріміз белгілі жұмыстарға барып иленді, сол өкіметтің берген жұмыстарына жұмыс істеп, сол күн көріп жүрді. Біз балаларды сол 6-7 жасқа келген соң Түркияда бірінші мектепке бастайды, сол біздерді де бірінші мектепке бастап, сол түріктің бірінші мектеп аяқтаған соң сол орта мектепке бардық. Орта мектептен жоғары білімге көп балалар бара алмады екен. Ол кездегі мүмкін әкелеріміздің экономик жағдайынан болды ма, не болды менде. Және оқуға көп көңіл бермедік. Үйдің экономик жағдай жақсы болмағандықтан сол үйге ақша бірдеңке әкелетін адам керек болғандықтан сол балаларды бізде сол 15-16 жастан кейін сол жұмыстарға не қылдық. Ол кезде Салихлиге орналасқан қазақтардың Пакистан жерінде де істеген мамандықтар теріден, бұлғарыдан тері киім, қолғап тігу, және мәсі тігу туралы мамандығын соны жалғастырып, әркім өзі несіне, жұмысын өзі несін, заватын кішкентай бір несін ателье дейміз енді. Соны ашқандықта бала шағамен сонда істеп кеттік бәріміз үй іші. Сондықтан сол жоғары оқу білім алмай сөйтіп өмір сүріп, 20 жасқа келгенде сол Түркияда міндетті түрде аскери неге баруымыз керек. Сол ол кезде 2 жыл болатын, сол 24 ай. Сол 20 жасқа толғанда сол неге бардық, аскерге кеттік. Одан Салихлиде отырған жерімізде де жұмыс нелер жақсы болмай кетті. Содан әкелеріміз Стамбулға көшсек деп, елдің бәрі Стамбулға көшіп жатыр. Стамбулда жұмыс жайы жақсы, мұны деп сондықтан. Сол біздерде 1970 жылы Стамбулға көшіп келдік. Үйдегілер Стамбулға көшіп келіп орналасты, мен аскерге кетіп қалдым ол кезде. Менің үлкенім барды ағам, ол кезде о да Норвегияға кетіп қалды. Сол жақта жұмыс істеймін деп. Сөйтіп сол аскерге кеттік, үйдегілер өз күндерін өзі көрді. Сол аскерден келдік, сол қайта сол мамандығымыз белгілі, тері мамандығы. Сол Стамбулда да сол жұмысты, сол мамандықты жалғастырып сөйтіп өмір сүріп едік. Кейін 26 жасқа келгенде үйлендік. Балалы шағалы болдық. Өмір сүріп келе жатқанда Стамбулда да сол Түркия жерінде
тіпті бір экономик дағдарыстан мына болды, көп жұмыс жақсы жүрмей қалды. Оның енді одан бұрынғы жылдары мына Германияға кеткен азаматтар бар, Еуропа елдерінде дамыған мемлекетте тұрмыс жағдай жақсы, мына жұмыстарды онда да жалғастыра аласыздар деген сөйін. Бірталай одан Германияға кеткен. Сол мына Франция жеріне де 1975 жылдар бір 4-5 азамат барған. Олар да кейін жақты жақтырып, не қылып, басқа туыстарын шақырып сөйтіп не қылды. Сөйтіп бастап сол 1975-ке дейін Франция жеріне бір талай адам барды. 75-тен кейін тіпті адам барды енді көбейіп. 80-ші жылдарға кешен барды. Ең бастағы сол 3 азамат 80-ші жылдар сол жүзікке жуық не болып кетті. 1980-ден 1990-ға дейін де қайтадан көш болды жаққа сол Франция. Және өйткені жақта бір жұмыс жағдай жақсы болып кетті. Әсіресе бұл тері, бұлғары, киім тігім туралы жақсы бір жұмыс нелері болды. Соның барлығымыз сол барып, сол 1-2 жыл жұмыс істеп, сол ақша құрап, елге қайта оралып келеміз деп сөйтіп бардық. Сол 1-2 жыл сөйтіп өмір сүріп жұмыс істеп, деп жүргенде аздап та өздерге үйреніп те қалдық ол кезде. Және одан балалар бар бірден, балалар мектеп келінді оларға. Мектеп келінген сөйін басқа нелер де болдық, аяғында болмайды. Енді әгіндей үйреніп те қалып, бас аяғымызды қымтаға сөйін тіпті не болды. Сол күй сөйтіп тұрып қалдық енді. Балалар әгінде мектеп келініп, өзіміз әгіндей жұмыс елдер жақты болсын. Бүгін осы күнді 2013 жыл болды. Мен өзі барғалы 23 жыл болды. 23 жылда сол баламызды үйлендірдік. Бір баладарымыз басқа оқу оқыды. Осында қызымыз сол мекемеде бухгалтер болып істеп жүр. Оны тұрмысқа шығардық, немере сүйіп отырмыз. Бүгін немереміз онда өсіп отыр. Жекемен емес, барлық бұрынғы ең алғаш барған бірінші буындың барлығы осы күнде зейнеткер болуға бастады. Және барлық бала жақсы үйленіп, немере сүйіп отыр осы күнде. Енді бірінші буын әгіндей Түркиядегі мамандығын жалғастырып, сол жайда жұмыс істеді. Онша тілге мән бермеді, француз аздап. Енді ауыздан үйренген несі бар, белгілі бір мектепке барып, белгілі бір француз тілі курсына барып, оны үйренуге онша көп талап етпедік енді. Өйткені жұмысымызға онша көп тіл керекпеді енді барған кезде. Қазір екінші буын балалар ондай емес. Екінші буын балалар мектеп оқып, жоғары білім алып, белгілі жақсы мекемелерде, белгілі үлкен орындарда, жақсы жұмыстарда жүр. Әбелі қазір күнде медицина болған қыздарымыз бар, және ұлдарымыз бар, ауқат болған ұл қыздарымыз бар. Оның жүзінде басқа инженер болған, тағы басқа белгілі мамандықтарда жұмыс істеп жүрген осында балаларымыз көп. Сондықтан бүгін санымыз 250 семья бар осы күнде. Әлде де жыл сайын, күн сайын көбейіп осы тойлар болып жатыр, сол келін отаулар болып, сол сан көбейіп бара жатыр енді. Жаңыз 250 отбасы барлығы сол Парижде мағында. Енді Францияның оңтүстік жағына Лион деген қалада бір 2 семья тұрады. Оны мына шығыс жағында, шығыс Францияда да 4 семья бар, Страсбург деген қалада. Оның сыртында барлық қалғандардың барлығы неде? Парижде және Парижден төңірегінде соларда тұрады енді. Біздің елдің көші туралы біз енді көштің ішінде болмаған баламыз. Кейін жолда туып отырмыз ғой. Жаңыз бала кезімізден бері әке-шешелерімізден бір дастархан басында, не болмаса бір жиылыстарда, ауыз ашарларда, анада-мынада алдымен айтылатын әңгіме көш туралы, көш жаудың басқанын, және басқа нелер болғанын, кейбір адамдардың ұсталып абақтыға алып кеткелгені, кейбір адамдардың өлтірілгені, ыңғай со туралы әңгіме естедік біз бала күнімізде.
сол ел мынау шығыс түркістан емес шыңжаң жерінде сол қытай жерінде павлодарымыз алтай аймағында біз әкеміз сол алтай аймағы барқол жерінде туған екен. Сол кісілер көшке 1938 жылы көшеді сол жерден. Енді ол кезде саяси жағдай болады басқа нелерден байланысты ел енді көшуге мәжбүр қалып отыр енді ол кезде. Сол әкелеріміздің айтуынша сол 18 мың адам көшті, бірінші көш еді. Талай көш болып отырды. Біздікі ең алғашқы көш Елесхан Батырдың көш дейді. 18 мың адам көшіп, сол ана Тақламақан шөлін асып өтеді, оның Гоби шөлдерін асып өтеді. Оның сыртында бер жақта Үндістан шекарасына таяған кезде Хималая тауларынан асып өтеді. Одан сол Үндістан шекарасына келгенде Үндістанға ол кезде білесіздер, Үндістан Пакистан жоқ, жаңғыз Үндістан бар, Кешмір бар. Сол кезде сол жақтан ол мемлекеттерге кіру шекарада да кіре алмайды, сол шекарада тоқтатылады. Енді сол көш кезінде көп айтылатын, сол жау басқаны жолдарды көшіп келе жатқан, соны көп айтады. Көп адамның қырылғаны, böyle бір адам қырылып жатқан адам, өліп жатқан адамды ал бір көмуге де не болмайды, қолдар тимейді. Және оның сыртында ашаршылық болады, не болады енді жолдағындай. Көп уақыт ішіп жеуге бірдеңке не қылғанға да мүмкіндік болды. Бұл туралы біз әкеміз қатты бір не қылады, кейбірде жылайды. Сол несін айтқанда, әуелі оны мына неде де жазып шығарды, естеліктерім дегенде. Енді тағы да көшіп келе жатқанда барлығы қарны ашады, неше күн аш жүр енді. Сонда болмай отыр бір қойшыдан қой аламыз дейді. Әгінде бергісі келмейді. Енді зорлық қылып алдық дейді бір қойын. Оны бауыздап алып асайық десек не жоқ дейді, қазан жоқ дейді. Айту қазанға оқшашпеденге тауып соған асып енді пысырамыз дейді. Ал оны жейік десек не жоқ дейді. Қалақ бірдің оны жейді, не жоқ, қолмен тастың үстіне қойып қолмен жұлып қасқырша талап жейік дейді. Сол әкеміз соны айтады, есімнен қалмайды бір күн деп сол айтады. Одан тағы бір есімнен қалмайды, тағы бір несі бар болан айтады, ол кісі әрқашанда айтып жылап жүретін. Тағы да бір көшті, сол жау басады дейді. Жау басқан кезінде ол кісінің екі інісі бар, Ғалим Ғазез деген. Сонда жау басқанда әгідер түйенің кебежесінде кетіп қалады дейді сол. Айту жүгіріп ептеп-септі, Ақай деген ағасы бар. Айту ебін тау бір неғылып ет кетті дегенде айту бір қайтадан барып сол әгі түйені сүйреп алып шықтым дейді. Сен екі інісін айтып аман алып. Сол кейін інісі мініп Пакистанда ауруға ұшырап, ол жерде өйткені ел Пакистанға кірген уақытта сол Үндістан дейміз ғой енді. Кейін Пакистан болды, сол жерге кірген уақытта күндің ыстығына көп шыдай алмайды адамдар. Күндің ыстығынан да көп адам өледі. Ана жолда келе жатқанда әсіресе нені көп айтады, Хималая тауларын асар кезде ыс басып, ыстанды көп адам өлді дейді. Және кейбір сол жау басып қалып өзеннен өте алмайсың дейді. Ана мұны сондай көп нелер айтылды енді сол. Ол кісі бұның барлығын несінде жазып шығарды, естеліктерім деген кітабында сол көш туралы есінде қалған әгіндей. Көшке шыққан адам 18 мың адам. Соның 1600-і ғана Түркияға келеді ғой, Пакистандан. Түркияға келген адам. Ойлау, сонда 16,5 мың адам жолдарда сол Қытай жерінен шығыста сол жау басып өлген, сол Хималая тауларында ыстан өлген. Көп заман әйелдер бала да көтере алмайды екен ол кезде. Сондай да не болады енді, адам азайып не қылып. Кейін 1946 жылдан кейін әйелдер бір-біріне саран бала табу бастайды енді. Кейбір тағы да айтылып отыр, бір күндерде тағы да Стамбулда бір әңгіме естідім, сол ашпыз дейді, көбіне аш болған, қарны ашып, сонда барып ешкі емдік дейді. Осындай тарда жас адамдар бала кездегіндей, сол көш жүрер кезде қиналып, не жоқ, ішерлік тамақ жоқ, ана бұны сол барып ешкі емген күндеріміз болды дейді, сондай нелер. Айтып еді, жаңыз осы күнде сол көштен көп адам қалмады енді. Бір сараң адам болмаса әлі. Бізде қайтыс болды талай адамдар. Сол көшке қатысқан адамдар барлығы көбі қайтыс болып кетті енді.
бірең сараң аздап адамдар бар, олар да бұрынғыдай емес, азда алжыпта қалды. Енді әкеміз негізі діндар адам, сол 10 жастан бері намаз оқып келе жатыр екен. 10 жастан бері сол намазын қалтырмай келген кісі енді. Кейін ел неге көшіп келгенде, сол Үндістан жеріне сол жаққа көшіп келгенде де сол өзі шамасы жеткенше, сол кейінгі жастар бәрі айтып отырады, біз сенің сол әкеңден Құран үйрендік, әкеңден намаз үйрендік. Сол Үндістан жерінде де ол кісі сол баладарды жинап, сабақ беріп, не қылып, сөйтіп жүрген кісі. Және ешкіммен дауласпаған, не қылмаған. Және ол кісі сол Үндістанда жүрген кезінде молла істеп, әйелдер әуелі алдынан жүрмей қорғалап сөзген. Жол жастары темекі шылғым тартқан жігіттер де әуелі жастырып не қылып, ана кісінің алдынан жүрмейік деп сөйтіп не қылады екен. Кейін Түркияға көшіп келген кезде де енді экономик жағдай жақсы болмаса да, не болмаса да, енді жұмысқа да мүмкін енді өмір сүру үшін. Оны да істеп келе жатыр бір жағынан жұмысты. Бір жағынан да Түркияға келген кезде де сол сабақ беру туралы тағы да не қылды, енді аздап сабақ берді, не қылды. Онымен қатар әуелі ол кезде үйіміздің сол бір бөлмесін оразаларда не қылды, намаз оқуға не қылып, елді жинап жерде намаз оқыдып. Өйткені бұрын кезде білесіздер, көп жерде мешіт саламаға жаңа салынып келе жатқан. Біз тұрған жерде де бір ғана мешіт бар, қазір бірталай мешіт бар да. Онысы да білгенімше ешбір адамға ей сен демеген кісі. Бүгін бізге де көбінде сөйтіп еді. Тату жүріндер, ағайындылармен, туған туыстарменен татулыққа не қылады. Ешкімсіге бір жаман сөз айтпаған, не қылмаған. Содан кейінгі жылдары қайда 82-ші жылы ма? 82-ші жылы сол Қытай жеріне оралып барды енді елге. Жаңыз оның алдында да қарым қатынасы бар болады. О жақтарға хат жазылып, не қылып. Сол кезде де сол жақтардан келген хаттарда сол діни кітапша, әліпби болса, мына тілдар сұралып жатты енді ол кісіден. Сонда айтадыңыз осыдан не сөйледі. Өл мына Қазақстан жеріне де келді, ол кісі ең алғашы 1978 жылы келді Қазақстанға. Ол кезде мына шақыру бойынша келді, осы жазушылар одағы бар. Соны шақыру бойынша осы Бұқарат Шыққанбаев бар, тағы басқалары бар. Мына марқұм Найманбек Қалдырбек бар енді, бір талай адам. Сол кезде де осы жақта әуелі мына Қонаев бар, елбасы ол кезде. Сол ана сарайға, Қызыл сарай дейді, кейін қайтыс болғанда сол бір талай адамдар сол кісі туралы бір естелік айтып берейік деп, сонда бір естеліктен айтты да. Ол кісі келгенде сол Қызыл сарайда дастарханда ана кісі енді бір, ол кезде мына қазақтарда не бар, тос айту деген бір не бар, сөйтіп әкемізге де сөйткен екен, әкеміз жоқ, мен дұға істеп Құран оқимын депті. Ешкім үндемедік дейді. Дыбыс шығара алмадық, аяғында ол кісі өзі Құран бастап, Құран оқып, сөйткенде біз сол столдың маңайында отырған барлықтарымыз қолымызды столдың астына бүйтіп ұстап отыр дейді. Дұғаға сөйткен қорғалап. Қайта ол кісі ешкім ештеңе демеді дейді. Қонаев болсын, басқа нелер негізінде ондай бір неге алып та кететін еді ол кісіні. Өйткені дұрыс емес дейді. Бұндай бір жерге коммунист мемлекетке келіп, сені қандай жерде мен дұға, Құран деген нәрсе дұрыс емес, ешкім ештеңе демеді. Содан келіп, содан Қазақстаннан байланыс көп уақыт үзілмей келді. Кейін Қытай жеріндегілерден хат келіп, әсіресе Монғолиядан да ол кісі байланыс жасады. Кезінде Түркия көшіп келгенде де о жақтарға біздің әкеміз болсын, ана Үкірдай деген кісілер бар, бұл Қалибек Хамза деген кейінгі көш бар, соңғы көш. Мына бергі жақтан Ерен, Қабырға Ерен тауыдан көшті ғой, кейінгі көш. Осман батырлар ұсталған кезде ол кісілердің көшті сол көшті болған. Ол кісілер де сол Қытай жеріне хат жазып, бұрынғы ағайын туған туысы үшін, ол кісілер ана жазу біледі, не біледі, хат жазып береді, сол адресесін Шыңғылау дәні пәленшені деп сайты бір не жазып жібереді, сол бір талай кейін қолдарына тиіп, сол о жақтағы елмен қарым қатынас болып, содан 1973 жылы екі азамат кетеді сол Қытай жеріне. Соттан бастап нелер болады, сол жақтағы елмен қайтадан
байланыс қайтадан нелер болып, сол жақтағы елден келіп кеткен. Содан біздің әкемізде 1983 жылы, 82 жылы барады. 3 ай ма, 6 ай ма жүреді сонда. Сол көп жерде сол діни кітап, енді әліпби, илмиял деген намаз үйрену туралы кітапшалар болса деп, сол кісіден көп сұраныс болған екен ол кезде. Содан кейін сол әптиек дейміз, мынаударды жаза бастады. Онымен қатар сол Құран-ы Керімдің мағына және түсінігі деп, сол қазақ тіліне оны да жаза бастады бір жағынан. Енді ол көп уақыт алды, ол оңай емес, өйткені аударуға дұрыс болу керек, көп кітапшалардан пайдаланды, басқа тәпсір дейміз, басқа сондай аудармалардан қарастырып өтуге. Осының бір жақсы нәрсе, оны өздеріне қылады. Кейін Пакистанда, Үндістанда тұрған кезінде ол кісі медресеге барып, араб және фарсы тілі үйренеді. Және негізі урдудың тілін де үйренеді. Сондықтан Түркияға келген басқа моллалар болсын, нелер болсын, оларды айтады, сендердің әкелерің сол медресеге барып, дини ғылым алған, ғалым болған, сол фиқх илмі дейді, динінің несін үйренгенбіз. Біздер болса, сол жеке апызлыққа бардық, моллаға барып жаңғыры Құран жаттап кәне не қылдық дейді. Сол кісінің сол жайлы несі жақсы енді. Сондықтан сол Құран аудару мәселесін қолға алып не қылды енді. Құранды аударғанда Құранның несін қазақ тіліне мағына және түсінігі. Ол сынаудан тұңғыш рет сол кісі аударыпты. Кейін оны мына Мысыр, Египет дейміз ғой, Мысырда да сол үлкен алимдер қатарына кіргізілді ол кісі, сол жерге шақырылып, сіз тұңғыш рет осындай Құран-ы Керім мағына және түсінігін қазақ тіліне аударған кісісіңіз деп, Мысырға да шақырылып не қылды, ғалимдер қатарына кірген ол кісі. Енді содан бастап сол Қазақстанның одан 78 жыл кейін тағы бір рет келді. Сонда осында да кейін бір газет-журналда көрсеткен сол бізді. Бізге сол әкемізге осылар сұрайды, сонда сұрақ қояды, сіз бұл жаққа келуді қайтып ойлайсыз, жерге көшуді не қылмайсыз ба деп сұрақ қойғанда, ол кісі айтады, Қазақстан тәуелсіздік алса алдымен көшіп келемін деп. Кейін Қазақстан тәуелсіздік алған кезде ол кісі соны орындайды. 92 жылы Қазақстанға көшіп келіп, бірақ жылыда. Сол бұл жақта сол діни сұхбаттарға қатысып, және мына 17 облысты бірақ аралап, және бұл жақта да сол әптиек, әліпби, мынадарды басқызып, елге таратып, сөйтті. Кейін ол кісі атына Қалипа Алтай қайырымдылық қоры құрылды 1999 жылы. О да бүгінге шейін жұмыстарын жалғастырып келе жатыр. Ол кісінің басылмаған кітапшалары, мұсылман қорғаны деген бар әлі. Тағы басқа хадистер деген кітапшасы, және құтбелер деген кітапшасы. 52 жұмаға байланысы жылдағы, сол 52 жұмаға байланысы 52 құтпа деп ондай бір кітапшалары. Енді бұны басқасын жалғастырып келе жатқан, осында енім бар, менен кейін кісі аптырайым деген, сол не қылады енді. Енді Францияға жаңа бастапында айтқандайын, елдің алды сол 1971 жылы бастап барды енді. Сол кейінгі жылдары 76-77-лерде де бір талайттар барған болды. Жаңа сол кейінгі барғандар аз қиналып нелер болды ма, сол және Франция жеріне бір үй табып орналасқанға, және басқа бір жұмыс тапқанға нелерге біраз қиналып жүрді кейінгі келгендер. Содан сол кезде өз араларында аз бір жиылысты қылып, енді сол келген кісіге көмек берсек, мына дейгіп, ол кезде аздап бір не қылады енді. Бір бастамыз несі болады. Ұйым жаңызы жақсылап не болмайды енді. Кейін 1983 жылы адам аз көбейеді, тағы да келгендер болады. Осында басқаны сол Франция жеріне келе жатқан шекараларды қалып қалған болады. Және басқа ақшасы жетпей қалама бір нелерге қиналған болады. Содар хабарласады, Париждегі тұрған ағайынына болсын, таныған адамына болсын. Содан сол болмайды екен деп 1982 жылы
со қазақтар бір-бірлеріне көмектесу мақсаты менен сондай бір ұйым, қоғам не қылсақ дейді. Аяғында соған өз араларында бір белгілі бір ақша жинап, со 1982 жылы тұңғыш рет со қазақ қоғам ғана дейді. Ол кезде мәдени орталығына ол жоқ та енді. Жаңа қазақ қоғамы дейді, ол ресми түрде жарияланбайды енді. Сол бір 10 шақты адам да соны басқаратын болады. Сол басқа нелерден де ақша жинап, осыдан былай келген адам қиналмасын, не болмасын, оған бір жерге орналасуына, және бір жұмыс бірдеңе табуына бір көмек берейік, не қылайық деп, сол және мекемелерде бір қағаз, анау документ неде беретін болса, соған бір аздап тіл білгенде жарына қосып берейік, не қылайық деп, сөйтіп не қылады. Сөйтіп бастаған сол қоғам 1982 жылы 1992-де бірінші не болды. 97-лерде, 1997-де әгі қоғам ресми түрге айландырайық дейміз енді осы оның кейін. Бұл өйткені ресми түрде болмаған соң бір мекемелерге, басқа бір жерлерге бір нелерге тіркелу есі жоқ болып отыр. Содан соң 1997 жылда бұл ресми түрде жарияланып, ресми үкіметтің журналында жарияланады. Осындай. Онда да бұлай болады. Қазақ түріктері күлтүр ярдамлашма социал дәрлігі деп түркше аты солай. Енді қазақша болды, қазақ мәдени орталығы және қайырымдылық қоры және бір көмектесу несі деп сөйтіп болады. Сөйтіп ресми түрде сөйтіп келеді. Кейін бірнеше жылдан кейін қайтадан атын өзгеретін болдық. Онда болмайды кейбірлер француз өкіметтің алдында біраз не болып отыр енді, айырмашылық болғандай болды деп өз арамызда сөйтіп ойланады. Содан кейін француз аты беріледі сол қоғамға. Жиналып жігіттер бір ассоциацияны қазақ француз түрік деп не қылып, сонда Франция қазақ түрік мәдени орталығы деп аты жүйіп жарайды. АКПТ деп мүмкін көрген шығасың әгенелерде. АКПТ сол француз ненің басқа харптері сен ассоциациясын қазақ француз түрік деп. Кейін сөйтіп не қыламыз, оның атын өзгереміз әгіндей. Сол 2002-ден бастап сөйтіп келеді. Қазір мені 11 жыл болды, 12 жыл болды, сол АКПТ деп ресми түрде сөйтіп келеді, сол барлық ел мүше. Әуелі ең алғаш кезде не ұйымдастырады, сол футбол турнирі 1992 жылы Еуропадағы балалардың, жастардың бір-бірін тануын не қылу үшін Германияның Көлн қаласы менен Мюнхен дейміз ғой, Мюнхен қаласы Парижде бір футбол турнирі өткізеді өз арасында. Сөйтіп 92-ден 2002 жылға дейін ол сөйтіп жалғасып келеді. Содан 2001-де міне Көлнде әгі футбол турнирі өткізілетін болады, Көлнде. О, Көлнде білесің, Абдыраман Четин деген кісі бар. Ол кісілер бұл Көлнге, Германияға қазақтардың келгеніне ол кезде қанша дейді, 20 жыл толғандай, айта бір 40 жыл толғама, сондай бір неге байланысты футбол турнирі және құрылтай өткіземіз дейді. Онда өйткені оның алдында 1992-де мына Қазақстан жерінде бірінші құрылтай өтеді ғой, дүние қазақтар бірінші құрылтайы. Ол кезде бұл дүниежүзі қазақтар қауымдастығы сол кезде жарияланады. Ол кезде елбасы төрағасы, сол қауымдастықтың орынбасары, ол кезде Найманбек Қалдырбек деген кісі, марқұм. Соған сол дүниежүзі қазақтар қауымдастық қоғамы да қатысады. Көлдегі футбол турниріне жаңағы құрылтай деп аталады.
курултайга катышса, жана будан өнөр шөбөрлөрү барат, башка элдер анчылар, бийчилер барат, сол бираз үлкөндөр деңгейде өтөт. Ол кезде баргандар бираз жакшы көрөт энди мындай Казакстандан андай өнөр шөбөрлөр барат энди. Эки күнгө созулат энди. Бир күн футбол өтсө да сөйтүп курултай бир нече жыл сөйтүп курултай деп келет энди. Башка нелерде де болуп жатат. Берлинде болду, Мюнхте болду, ана Швеция, Вестероста болду. Содан кейін мына дүниежүзүлүк казактар кабылдашмасына катышкандыктан bunun atını kişi kurultay деп атайык деп, кіші құрылтайға деп аталып кетеді кейінгі жылдар. Жаңа оған неде құттықтау хаты жібереді елбасы. Сөйтіп сол Еуропа қазақтар кіші құрылтай деп сөйтіп жалғасып келе жатыр. Қазақ тілі мәселесі ұзақ уақыттан бері келе жатқан мәселе болды. Әрқашанда осы сұрақ біздерге қойылады еді. Қазақ тілін қалай білесіздер ме, сөйлейсіздер ме, балаларыңызға үйретесіздер ме деп. Біз мына бірінші буын дейік еді, Түркияге көшіп келген соң бірінші буыны. Біздер де бір қазақ мектебіне бір неге барып, бір қазақ тілін үйренбедік. Жаңыз біздің бірлеміз, әке шешеміз Түркияге көшіп келген кезде ең алғаш оларда көп түркше сөйлемейді ғой, түрік тіл жақсы үйренбеген. Үйде söylenген тіл ыңғай қазақ тілі болады. Сондықтан біз сол бала кезімізде сол құлағымызға сіңіп қазақ тілі сөйтіп түрік мектебіне барсақ та сол ағындай тіл қалды енді құлағымызда, есімізде, сол күй жалғастырып келе жатырмыз. Кейін үйлендік, Түркия жерінде болсын, Еуропа мемлекеттерінде болсын, біз балаларымызға онша бір қазақша сөйлеуге көп не қылмадық, мән бермедік. Бастауында не қылмадық балаларға. Енді есімізге түскен сайын қазақша бірдеңке жұмсадық, бірдеңке сұрадық. Олар енді қазақша жауап қайтара алмаса да, айтқан нәрсені орындап, сол не қылып жүрді. Енді балаларға тіл үйрету мәселесі ол Еуропа жерінде оңай емес. Жеке Еуропада емес, Түркия жерінде де солай қиыншылықтар бар. Өйткені оларға бір курс ашу керек, бір мұғалім керек, оған бір орын керек, не керек, тілді үйрену мәселесі солай болады. Жаңыз Еуропа елдерінде біз барлығында солай, біз Франция жерінде балалар бүгін француз мектепке барып отыр, балабақшадан бастап. Енді олар сол негізді сабақтары барлығы француз тілінде. Аптада 5 күн оқиды. Енді сенбі жексенбі демалыс күні дейік. Сенбі жексенбі демалыс күні болғанымен мектептердің де өзі бір шаралары болады. Спортқа шақырады, болмаса мал тау мәселесіне басқа нелер болып жатады. Балаларыңызды жіберіңіздер деп оларға шақырып жатады. Оның сұртында біздің бір неміз барса, тілді басқа нәрсе жақсы сақтамасақ та, дини мәселені жақсы сақтап келе жатырмыз. Енді Еуропа мемлекеттерінде енді Түркия елі ескі не ғой енді бұрынғы мемлекет, олар Еуропаның көп жерлерінде түрк діни істер басқармасы мешіт ашып, Құран курстары, діни сабақ береді, нелер ашып отыр. Енді демалыс күні балаларымызды соларға да жіберіп отырмыз. Онымен қатар өзімізде той томалақ болады, ана-мына болады, соған алып жүріп кетеміз. Ал жазғы 2 айғы демалыста өзімізде Түркияге кетеміз ғой. Ал балаларды да соған алып кетеміз. Енді бұлдай бірлерді баланы енді бір қазақ тілі сабағына беруді оңай емес енді. Өйткені мектептен шараларын бермей отырсыз. Енді мектептегі шараға бермесеңіз, ол басқа бір қиыншылық, ол басқа проблема болады. Өйткені мектеп аз сізге келіп сұрақ қояды. Сен балаңды неге бермей отырсың? Шамаң жоқ па? Басқа нең жоқ па? Жоқ, балаңның бір ауру сұрқа бір несі бар ма дейді. Оның бәрін ұқтыруыңыз керек. Ондай не болса, ауру сұрқа болса, олар несін көреміз дейді. Содан бұл Қазақстаннан кітапша ана-мынау сұралды. Балаларға тіл үйретілсе деді. Оған бұл жақтан мұғалім келу оңай болмады. Және келген мұғалімдің жататын жайы керек болды. Оған бір орын керек болды. Аяғында соңғы жылдары Қазақстан елшілігі
мектепте бір мұғалім әйел де келіп қалды онда несі мұғалім болған жаңағы сыртқы істер министрлігінде істеген сол неге келді. Одар біз сабақ берсек деді енді балаларға. Сөйтіп бір курсы не бастадық енді. Бастабында бір 10 шақты бала барды. Одар да әгінде дұрыстап бармады кейінгі уақытта. Тағы да не қылып кетті. Осы былтырларда мына Қазақстанның екі белгілі ғалим, мұғалім адамдар келді. Одар әуелі Францияда бір мектеппенен келісім шарты қойып, сол мектептің осылай бір дәл осындай несін мектеп беріп, сол жерде қазақ тілін не береміз деді сабақ. Сол бір айдай не берді. Бір-екі күн шақырды мен елшілікке барып еді, ағаның жерде курс беріп жатыр, барып көріңіз не бітіп жатырсыз деп. Барсам 3-4 бала жүр әк жерде. Оған ел баласын еді, өйткені ана Париждәргім бөлек-бөлек алыс жерлерде, нелерде отыр. Енді әгіндей сабақ берілетін не біраз алыс болса оған апару қиын болып отыр. Жаңа алғашын айтқаннан мектептің шарасына қатысып жатады. Болмаса мешітке барсын дейді, дини сабақ алсын дейді. Сондықтан сол тіл мәселесін бір не қыла алмай жүрміз. Болашақ ұрпаққа тіпті не боламады отырмыз қазақ тілі. Және мына қазір біз үй ішінде, біз үлкен бірінші буын аздап-аздап қазақша сөйлейміз, не қыламыз баладарға. Енді осы соңғы жылдар мен байқаймын, бір жастарымыз қалай ана-мынау деп футбол нелеріне барып жүрем, кейбір машинелеріне мінем. Енді Қазақстанға деген бір көзқарастары жақсы. Бұрынғыдай қазір мүмкін сен де байқадың ба білмеймін оны. Жас баладардың барлығын машинелерінде қазақ музыкасы, қазақ CD-си несі бар, қазақ несін тыңдап жүр. Онымен қатар қызы деген Қазақстанның белгісі бар несі. Соны да машинелеріне жабыстырып жүр. Енді қазақпыз деп жүр енді. Бұрында дұрыстап айта алмай жүр. Құдайға шүкір, Қазақстан тәуелсіз ел болды. Енді бүгін Еуропаның қай жерінде жүрсеңіз, сен қай жерсің, қай жердің адамысың, қай ұлтсың дегені жеке қазақпын десең де болды. Қазақпын деп, Қазақстан деп сөйтеді. Сондықтан жастардың несі бар. Енді тілде бұлай да бір не болғай отыр. Оны да байқадық біз енді талай жігіттер. Енді Франция жерінде туып өскен екі бала үйленген уақытта олы қанша дегенмен екі бала француз тілі сөйлейді. Өйткені менің балаларым қазір ұл мен қызым бірігіп қалса екеуі француз тілі сөйлейді. Франция жерінде туып өскен екі бала үйленген уақытта француз тілі сөйлейді, отыр балаларына да француз тілі сөйлейді. Енді түріктерде де көп кезігіп жүр, түріктерде де көп көрем. Әуелі ана күндерде біздің балабақшадағы апарам мен немеремде бір апа, енді ұлдың баланың апасы немересіменен сөйлесе алмай жүр түрік тілінде. Француз тілінде сөйлеп жүр. Өйткені ана екі бала неде туып отыр, сол Франция жерінде туып өсіп отыр. Олар өз араларында француз сөйлейді, балаларына да сөйтіп отыр. Жеке Астана емес, енді Қазақстанымыздың өзі экономик жағдай жақсы болып келе жатыр. Оның үстіне сол дамып та келе жатыр. Мына Астанада десеңіз, осы мен ең соңғы 2005 жылы келген мұнда. Оның алдында 2001-де, 2002 тағы бір келгем де, аралап қайтқам 2005-те мына үшінші құрылтаймыз. Құрылтай туралы келгем сол кезде. Енді бүгін де өзім осы жолда өзім қыдырып келіп отырмын мына Астанаға. Енді Еуропаны көрген шығасыздар, бір талай біз Еуропаны өзімізде бір талай жерін араладым. Енді мына Астанаға қарасам, сол Еуропа қалаларында төмен қалар емес. Көшелері болсын, салынған үйлер әуелі Еуропа үйлерінден де аса үйлер салынып отыр. Өйткені Еуропалар бұрын ескі қала, әсіреп Париж десеңіз бүгін 100 жылдан асқан қала. Ана Германияда да қалалар десеңіз, екінші дүние соғысы 45-46-дан кейін салынған үйлер. Мұнадар қазір міне соңғы асырдың соңғы технологияменен ең соңғы недер салынып отыр бұл үйлер. Қарасам сыртынан жақсы тамаша дамып келе жатыр Қазақстанымыз. Онымен қатар бүгін Қазақстан мына нені де алып отыр, 2017 экспо жолы. Бұл экспо 17-ні алу деген оңай емес бұл.
бұл ана қаншама дамыған елдердің ішінен жеңіп алып отыр бұл Экспо 17-ні. Ол кезде мен оғын сол нәтижені Қазақстан алды деп жарияланған кезде қуанғанымдан ана Ғабитке елшіге телефон соға кетті. Құтты болсын, құттықтаймын деп. Айтты, бұл оңай шаруа. Бүгін көп елдер Еуропада бір талай елдер бұл Экспоны алып дегенде өткізеді. Қазір міне Қазақстан мұндай бір шараға қазір дайындық көріп отыр. Енді ондай Экспо 17-ні өткізетін Қазақстан дамыған бір мемлекет болып отыр. Әйтпесе албаты бір мемлекет оны ала алмайды. Соған қарағанда біз Қазақстанды жақсы деп отырмыз. Сол көп ұлттар қатарына келді деп отырмыз енді. Экономика жағдайдан болсын, әлеуметтік жағдайдан болсын. Қазір міне көшелерді қарасаңыз, үлкен көшелер, үйдер қанандай не әпеді және қаладан басқа нелер жақсы көрінеді. Қарап отырсаңыз, араласаңыз. Ана бай терегіміз бар бүгін. Еуропа жерлерінде, Францияда Эйфель бар болса, Эйфель минареті бізде бүгін бай терегіміз бар. Ана одарда Лондонның Таймс өзені, ана Францияның Сенесі бар болса, мына Қазақстан міне Есіл өзеніміз бар әпәді. Аққыда қарасаңыз, керемет жап-жақсы өзен, қаланың ортасынан ағып жүреді. Соған қарағанда Қазақстан біз жақсы мақтанамыз. Ара жақта да қой журналларда болсын, қой телевизион хабарларында болсын, Қазақстан туралы жақсы әңгімелер айтылады енді. Франция телеарнасында? Жоқ, ана Франция телеарнасында. Онымен қатар мына елбасының сыртқы саясаты болсын, о туралы да көп не қылады енді. Мықты, күшті адам деп білеміз енді. Тұрған жердеріңіздің азаматтығын алыңдар. Өшірлерді тұрдар. Ана бір қалқалықты лобби дейді. Соны не қылыңдар. Бұл жоқта сайлаударға дауыс беріңдер. Және сол орын алыңдар дейді. Белгілі саяси партияларды онда тіпті бізге пайдаларын тетейді. Соғыза біз бұл жерге көшіп келгенімен біз қазір мен зейнеткер адамы көшіп келсем не қыламын жүрді. Бір үйде отырам, сол көшелерде жүріп қайтамын. Енді жас буын, жас балаларға енді олар келсе болады. Жаңыз оған бірлай Қазақстан бір жеңілдік жасайтын болды. Со шетелде қазақ диаспорасының балаларына бұл жақта жоғары білім алам десе, жоғары оқу орындарында белгілі орындарға кіргіземіз деді. Тегін не қылмай. Имтихан ана-мына не қылмайтын болды. Биылдан бастап, е? Биылдан бастап сол, мүмкін бұйымайды. Осы жақын уақытта жарияланды сол. Соңғы нелерден пайдаланып, сол интернет арқылы жеге Қазақстан емес, барлық әлеммен байланыс жасау мүмкіндігі бар. Барлық әлемде не болып, не бетіп жатқандарын үйреніп көріп отырмыз. Оның сыртында белгілі сайттар бар. Мына соңғы жылдар осы мына Бак қызыға да көп қараймын енді. Бұда да көп хабар, әсіресе шетел қазақтары туралы хабар енді бұнда. Ана Қытай қазақтары, Монғолия қазақтары, осы мына Түркияда болып жатқан кейбір шаралар туралы Бак қызыдан айтып көрім хабар алып отырмыз. Оның сыртында да басқа да газет журналдардың интернет сайттары бар. Жаңыз енді бұнда Қазақстандағы интернет сайттарын газет журналдарға көп адам қарап отыр дей алмаймын енді Еуропа елдерінде. Өйткені сайттар ең алғашында барлығы не болады, кирилл алфавитімен. Оны тану керек, білу керек. Mesela бүгін Қытай жерінде де көп сайттар ашылды еді. Оның барлығы төте жазумен болады. Қытай алфавитімен төте жазу. Төте жазу соңғы уақытта да оларда зайып қалды. Қытай несі шығып отыр. Жазу Қытай алфавитімен. Ана Монғолия қазақтарында да енді ода да кирилл алфавиті төте жазу көп қолданмай отыр сайттарында. Сондықтан сол интернет сайттарында, mesela міне Қазақстанның мен несін қарап отырмын. Қазақпарат бар, оның сыртында, Бак газетінде. Ана Казинформ бар, онымен
мына Егемен Қазақстан бар, Айқын бар, бір талай не бар енді көп. Жаңыз бұларды оқу үшін кирилл тілін білу керек. Сондықтан мен ана біз жақта да сұрап отырам, кейбір ауыз ашар болады, оразада басқа жиылыстарда дастархан басында Қазақстан анау мынау болып жатыр екен, сөйтіп жатыр. Ешбір адамның одан хабары жоқ. Өйткені соған байқағанда олар әңгімеде кіріп көрмей отыр. Енді соңғы жылларда сайттар бір жағынан неге де көшті. Ана латин алфавитімен де. Ана кейбіреулері автомат аударып жатыр, кейбіреулері мүмкін басқа бір немен аударып латин алфавитімен беріп отыр. Жаңыз ол латин алфавитінде бір кемшілік бар осы күнде. Оны оқу үшін жақсы қазақ тілін жақсы білген кісі, дұрыстап білген кісі сол латин алфавитімен жазылған қазақ несін айту кейбір жерін өзі келтіріп не қылып оқып кетеді. Енді қазақ тілі білмеген кісі өйткені ортақ бір не жоқ, алфавит жоқ. Әр біреуі бөлек алфавит қолданады. Кейбіреу ана W дейміз ғой, соны U орнына қойылады. Mesela ş деген сөз көбінде SH болып отыр.